Уағалейкум кішкентай батырлар. Не істеп жатсыңдар? Асық ойнап жатыр. Олай болса, барлығымыз бірге хан талапай ойынын ойнайық. Келісесіздер ме? Я! Балалар, мына қоржында асықтар бар. Қазір осы асықтармен хан талапай ойынын ойнаймыз. Қазір мен сіздерді ойынның шартымен таныстырамын. Мына асықтарды уысымызға алып, өлең жолдарын айтамыз. Алақай, алақай, басталды ойын талапай. Қызыл асықты кім алса, сол болады хан бала. 1, 2, 3 деп асықты ортаға иіремін. Сол кезде сіздер асықты таласып жинап аласыңдар. Кім көп асық жинаса және қызыл асық алса, сол жеңімпаз атанады. Түсінікті ме балалар? Иә. Олай болса, қане кеттік бастайық. Барлығымыз бірге айтайық. Алақай, алақай, басталды ойын талапай. Қызыл асықты кім алса, сол болады хан бала. 1, 2, 3. Менде. Так, енді асықтарды санаймыз. Шыңғыс неше асық алды? 1, 2, 3, 4 асық алды. Төреғали? 2, 2 асық. Айдын неше асық алды? 2 асық. Доснұр неше асық алды? 3 асық алды. Төрехан? 2 асық алды. Жарайсыңдар. Ал қызыл асық кімде балалар? менде. Доснұрда біздің ойынымыздың жеңімпазы кім екен? Доснұр. Доснұр екен. Қане қол шапалақтайық. Доснұр хан баласы болды.